Бүгінгі сабақ тақырыбы қазақ киносының қазіргі даму кезеңі. Дулат Исабеков әпке шығармасы. Сабақ мақсаты. Ал енді жаңа сөздерді дәптерімізге жазып қоямыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Мәтін бойынша кестені толтырып қысқа диалог құраңдар. Заполните таблицу по тексту и составьте короткий диалог. Екінші тапсырма. Аудиомәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Прослушайте аудиотекст и ответьте на вопросы. Әпке үзінді. Қамажай Темірбек Қамажайдың бауыры. Камила Темірбектің сүйген қызы. Сұлтан Темірбектің досы. Светлана Камиланың құрбысы. Үйге Темірбек гитара көтерген бір жігіт пен екі қыз келеді. Бәрі көңілді. Темірбек: мамуля, бүгін менің досым Сұлтанның туған күні. Қамажай: Темірбек ау, мұны ерте неге айтпадың? Ұят болып қалды-ау. Тым болмаса телефонмен айта салсаң етті. Темірбек: ничего, мамуля. Ал Сұлтан бұл кісі менің әпкем, өзім мамуля деймін. Ал мына екі қыз Камила мен Светлана, бәріміз бұрыннан таныспыз. Моя миссия окончена. Енді столға шақырамын. Темірбектің әпкесі Қамажай стол жасайды. Бәрі солға отырады. Қамажай: ал туған күн құтты болсын. Қуаныштымыз. Темірбектің досы болсаң, мен де туған інімсің. Ал өздерін отырыңдар. Мен барып котлет, тамақ дайындайын. Қамажай шығып кетеді. Біраздан соң тамаға келіп столға қояды. Камила сөйлеп отыр. Біздің өз пікіріміз болуы керек. Өз пікірі, өз ойы болмаса, адам алдында ешқашан мақсат қоя алмайды. Демек, ол өз бақыты үшін күресуді білмейді. Сұлтан: ал сен өзің білесің бе? Камила: я, мен өз бақытым үшін күресе аламын. Сұлтан: ал сен өзің бақыт деген не екенін білесің бе? Камила: бақыт деген ылғи қуаныш, ылғи сәттілік емес, бақыт деген азап. Темірбек: азап? Күледі. Камила: я, бірақ ол үлкен мақсатқа барар жолдағы азап. Циолковский, Достоевский, Королев, қалай ойлайсыңдар? Солардың бәрі рахат өмір сүрді ме? Олардың бүкіл өмірі азаппен өтті. Адамзат үшін, ғылым үшін азап шекті, күресті. Міне, бақыт деген сол күрес пен жеңістің жемісі біз қалауымызша өмір сүруге тиіспіз. Светлана: менің атам 1918 жылы Ақтөбеде ақтармен шайқаста қаза тауыпты. Әкем отан соғысында Сталинград түбінде қаза тауыпты. Балалардың бақыты үшін қаза тауыпты. Енді біз неге бақытты өмір сүрмейміз? Екі ұрпақ қаза тапқанда келмейтін ол не деген бақыт? Төртінші тапсырма. Оқылым, айтылым, сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы, чтение и говорение. Бесінші тапсырма. Жұптық жұмыс. Мәтінді оқыңдар. Бақыт туралы кейіпкерлердің көзқарасы дұрыс па, әлде дұрыс емес пе? Талқылап дәлелдеңдер. Алтыншы тапсырма. Қазақша сөйлемдерді орысша мағынасымен дұрыс қосыңдар. Жетінші тапсырма. Бір-бірлерінен пікірталас өткізіңдер. Проведите дискуссию друг с другом. Келесі тапсырма. Сұрақтарға ойланып, жауап беріп, диалог құрыңдар. Берілген сұрақтар бойынша контексті аяқтаңдар. Рефлексия сабақтың қорытындысын кластер бойынша шығарамыз. Подведем итоги урока по кластеру. Соңғысы, үй жұмысын жазып аламыз.
Сабақ аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Спасибо за внимание. Вы сегодня хорошо работали и справились с заданиями. Келесі сабақта кездескенше.